Атом дегенде ойыңызға не келеді? Міне бұл ма? Ямаса ұсы ма? Я болмаса қандайдыр апатшылық па? Мүмкін ойыңызға ұсы көрініс келер. Менімше физикаға қызықпай тұғын адамлар ақырғы екі уақияменен қызықса керек. Айни дүнияны ләрзеге келтірген атом бомбасы себеп көп адамлар атом дегенде қандайда бір қорқынышты сезеді. Атом бұл тек қана уайранагершілік келтіріп шығармайды, негізінен көп нәрсені аңлатады. Сезгеніңіздей бүгінгі санымыз айни осы темада болады. Бұл Айдын Жойбарының жаңа саны, мен Айгүл, басладық. Негізінен әммесі 1945 жылда ақшта бірінші атом бомбасын сынаудан өткерілгеніне барып тақалады. Бұл тәжірибе партлауында ядро энергиясының үлкен құдіретін көреміз. Онан алдын болса белгілі ілімпаз Альберт Эйнштейн 1905 жылы өзінің салыстырмалық теориясы шеңберінде Е тең МС квадрат формуласын ойлап тапқан еді. Ал бұл формула нені аңлатады? Һәм атом энергиясына қандай байланысы бар? Формуланың мәнісі мынандай еді. Жүдә кіші мұғдардағы массадан да үлкен энергия бөлініп шығуы мүмкін. Мысалы, атом бомбасында уран ямаса плутоний ядросы бөлініп, кіші массадан үлкен энергия ажыралып шығады. Атом бомбасын қорқынышлы еткен нәрсе де сондай еді. Яғни, апуайы етіп айтқанда, кішкене көріністегі нәрседен үлкен энергия бөлініп шығады. Егерде мектептегі физика сабағын естейтұғын болсаңыз, атом бұл барлық элементтердің тикары. Яғни элементтер ішіндегі ең кіші бөлінбейтұғын бөлекше болып, химиялық жақтан ажыралмас есапланады делінген еді. 1938 жылы неміс ілімпазлары Отто Ган һәм Фрида Штрасман уран атомының нейтрон менен соқылғысқанда бөлінуін тосаттан ашқан. Олар бұл тәжірибеде уран құрамындағы атомды нейтронлар менен жарады. Уран ядросы ыдырағанда оннан тап сондай айрықша элемент ажыралып шығады. Осы ыдырау процесінде үлкен мұғдардағы энергияда бөлініп шықты. Отто Ган һәм Фрида Штрасман 1938 жылы ядро бөлінуін ашқанында нәтижелерге өздері де дәслеп сенбеген. Отто Ган Лиза Мейтнерге хат жазады. Хатта ол физиктен бұл құбылысқа түсінік сұраған еді. Бұл алымлар дәслеп уран ядросының бөлінуін түсінбеген һәм тәжірибе нәтижелерін тасдиқлау үшін көп ізденгенін көрсетеді. Кейін ала Лиза Мейтнер һәм Отто Фриз бұл құбылысты физикалық жақтан түсіндіріп, оны ядро бөлінуі деп атады. Бұл ашылу кейінірек атом энергиясынан пайдалану атом бомбаларының жарылуына тикар болды. Әрбір атом төмендегі тикарғы бөлімлерден ібарат. Ядро атомның орайлық бөлімі болып, онда протонлар, яғни оң зарядланған бөлекшелер, һәм нейтронлар, зарядсыз бөлекшелер жайласқан. Екіншісі болса электронлар, теріс зарядланған бөлекшелер болып, олар ядро атрапында энергия менен қатлам болып әрекетленеді. Атомлар бірлесіп молекулаларды пайда етеді. Олар болса біз білген барлық элементтердің тикарын құрайды. Атом энергиясы бұл тикарынан атом ядросының бөлінуі ямаса бірігуі нәтижесінде пайда болады. Олым алғанда атом ядросының пайда болуының екі түрі бар. Біріншісі бұл атом ядросының бөлінуі. Ілімде бұл фиссия деп аталады. Бұл процесте ауыр элементлер, мәселен уран 235 ямаса плутоний 239 ядросы бөлініп, үлкен мұғдарда энергия ажыралып шығады. Бөліну уақытында нейтронлар ажыралып шығады, һәм басқа ядроларды да бөлінуге мәжбүрлейді. Бұл шынжырлы реакция деп аталады. Атом электростанциялары міне осы принцип тикарында істейді. Апуайы етіп түсіндіретұғын болсақ, бір қатар етіп дізілген домино кубларын көз алдыңызға келтірің. Егер сіз бірінші кубларды итерсеңіз, ол екіншісін ұрады. Екіншісі болса, оннан кейінгісін ұрады. Һәм солай етіп, барлық кублар ізбе-із құлайды. Бұл шынжыр реакциясына ұқсас. Енді бұны атом энергиясына салыстырсақ.
Атом ядросы үлкен һәм тығыз болады. Егер бір нейтрон келіп оған ұрылса, бұл ядро екіге бөлінеді һәм қосымша нейтронларды шығарады. Бұл қосымша нейтронлар басқа атом ядроларына ұрылып, оларды да бөлуге мәжбүр етеді. Атом ядросы бөлінгенінде жүдә үлкен муғдарда жылылық һәм жақтылық энергиясы шығады. Тап бір дана шырпы жағылғанда, ол бүткіл бір отты жағып жібергеніндей, бір атомның бөлінуі басқа атомларды да бөлінуге итермелейді. Бірақ ойлап көрейік, атомларды үлкен бөліклерге бөлетұғын нейтронлар өзі қай жерден шығады? Көз алдыңызға келтірің, қолыңызда бір құты мәкке дәні бар. Сіз оны микротолқынлы пешке салсаңыз, ол ысылықтың тәсірінде жарылады, яғни попкорнға айланады. Нейтронлар да сондай, яғни ол үлкен атомлардың ішінде болады һәм белгілі жағдайда ғана сыртқа шығады. Мәселен, уран һәм плутоний сияқты ауыр элементлердің ядросы ішінде нейтронлар жайласқан. Соның үшін атом энергиясының тикарғы жанылғысы да әйне ұсты затлар етіп белгіленген. Мысалы, 1 грамм уран көмірге қарағанда миллион есе көп энергия, яғни жылылық береді. Уран жанылғысы жүдә жоғары энергия тығызлығына ие болып, аз муғдардағы уран үлкен муғдарда электр энергиясын істеп шығаруы мүмкін. Айрым атомлар табиғи түрде ыдырап кетеді һәм ішіндегі нейтронлар ажыралып шығады. Ал кейде олар жасалма түрде шығарып алынады. Лимпазлар арнаулы құрылмаларда атомларды бөлекшелер менен ұрып, ішіндегі нейтронларды шығарып алуы мүмкін. Тап попкорнның ішінде хауа барлығы һәм ысылық тәсірінде жарылуы сияқты нейтронлар да базы ауыр атомлардың ішінде жасырынып, белгілі бір шараятларда шығып кетеді. Атом энергиясының пайда болуының екінші түрі болса, бұл атом ядросының бірлесуі. Бұл ілімде синтез деп аталады. Яғни бұнда екі жеңіл элемент, мәселен водород ядролары бірлесіп, ауыр элементті пайда етеді. Водород ядролық синтез процесінде басқа водород ядролары менен бірлеседі, яғни өз-өзінен. Бұл процесс көбінесе құяш һәм жұлдызларда табиғи жағдайда жүз береді. Улмалғанда, һәр екі жағдайда да атом ішіндегі өзгеріслер энергия шығарады. Мәселен, құяш құрамының 74%-ін водород элементі құрайды. Водород атомлары болса, өзара бірлесіп, құяштың 24%-ін құрайтығын гелий элементін пайда етеді. Гелий элементі құяштың қызғылт реңде көрінуіне жауап береді. Құяшта ядролық синтез процесі нәтижесінде водород гелийге айлануы давам етпекте. Бұл процесс энергия шығарады һәм құяштың нұрлануына себеп болады. Ядроның бөлінуіне қарағанда ядро синтезінің абзаллықлары жүдә көп. Бірінші орында ол табиғи пайда болады. Соның менен бірге көп энергия бөлініп шығады. Ядро бөлінуінен де көбірек. Радиоактив шығындылар аз, қауіпсіздеу де есапланады. Өйткені онда атомның бөлінуі сияқты шынжырлы реакция жоқ. Сондықтан авария ықтималдығы да жүдә аз. Әзірше адамлар бұл технологиядан кең түрде пайдалана алмай жатыр. Бірақ келешекте илимпазлар синтез энергиясынан электр істеп шығару үстінде істемекте. Демек, ядро энергетикасында тикарғы қолданатын ұсыл бұл ауыр элементлердің жасалма жол менен бөлінуі, яғни фиссия. Ал бұл өзі қалай әмелге асырылады? Ядро реакторы бұл ядро бөліну реакциясын басқарып тұру арқылы энергия істеп шығаратуын технологиялық құрылма. Ол атом ядролары бөлінуі арқылы жылылық пайда етеді, һәм оннан электр энергиясын істеп шығару үшін пайдаланылады. Ол қалай істейді? Ядро реакторында арнаулы жанылғы, әдетте уран ямаса плутоний қолданылады. Бұл жанылғы ішінде жүдә майда бөлекшелер, яғни ядро бар. Егер бұл ядроға басқа арнаулы бөлекше, яғни нейтрон ұрылса, ол екіге бөлініп кетеді, һәм үлкен муғдарда жылылық шығарады. Нәтижеде бұл процесс шынжырлы реакция түрінде давам етеді. Жылылық пайда болды. Енді оны қалай пайдаланамыз? Ол қалайынша электр энергиясына айланады. Ядро реакторының ішінде арнаулы трубалар бар. Бұл трубалардың ішінен газ, ямаса су ағады, һәм сол жылылықты өзіне тартады. Су қызып кеткенде болса, буға айланады.
Тап шайнектегі су қайнағанда пу шығып тұратығындай. Пайда болған пу үлкен турбинаны айландырады. Бұл тап самал ескенде самал дігірманы айланғаны сияқлы. Турбина генератор менен жалғанған болады. Һәм ол электр тогын пайда етеді. Осы тәрізде атом энергиясынан электр энергиясы алынады. Соның менен бірге ядро реакторы атрапында бетон һәм полат менен қапланған қорғау қабығы болады. Бұл зиянлы нұрлану һәм басқа да қауіплі затлардың сыртқа шығып кетуіне жол қоймайды. Соның үшін дүниядағы көплеген мемлекетлер ядро энергиясынан пайдаланады. Себебі ол таза һәм нәтижелі энергия дерегі есептелінеді. Жоғарыда айтылғанындай, ядро электр станциялары ядро реакциялары жәрдемінде электр энергиясын ислеп шығарады. Бұл процестің абзаллығы сонда ол аз орынды иелейді. Үлкен муғдарда энергия ислеп шығару имканиятын береді, һәм карбонат ангидрид шығындылары аз болады. Бұл болса, қоршаған орталықты патасланудан сақлайды. Ядро технологиялары медицинада жүдә әхметлі рөл ойнайды, әсіресе нуклеер медицина тарауында. Ядро медицинасында ядро энергиясы һәм радиоактив изотоплар қолданылады. Бұл болса кеселдіклерді анықлау һәм емлеу процесслерінде нәтижелі болады. RED һәм SPECT деп аталатығын технологиялар арқалы медицина қанегелері организмдегі кеселдіклерді анықлайды. Бұнда радиоактив изотоплар организмге кіргізіледі, һәм олар суретке алынады. Изотоплар медицинада кеселдіклерді анықлау һәм емлеуде қолданылады. Радиоактив изотоплар уақыт өтуі менен нұрлану шығарады. Бұл нұрлануды арнаулы аспап жәрдемінде өлшеп, бұл арқалы организмдегі машқала, ямаса кеселдіклерді табу мүмкін. Бұндай технологиялар текарынан рак, ямаса жүрек кеселдіклерін анықлауда қолданылады. Бұл изотоплар арқалы кеселдіктің жайласуы һәм қаншелді дәрежеде жаманласқаны хақында анық мағлұмат алу мүмкін. Брахитерапия, ямаса радиотерапия жәрдемінде айырым кеселдіклер, мысалы рак кеселдігі емленеді. Бұл ұсуларда радиоактив изотоплар тікелей кеселдік орнына жіберіледі, һәм зиянланған клеткаларды жоқ етеді. Мысалы қалқан тәрізлі без ракын радиоактив йод жәрдемінде емлеу мүмкін. Айырым радиоизотоплар ауруды азайту һәм ісінуді емлеуде де қолданылады. Бұндай радиоактив емлеулердің бірнеше абзаллықлары бар. Кеселдіклерді ерте басқышта анықлау мүмкін. Бұл болса емлеуді нәтижелі етеді. Рак сияқлы ауыр кеселдіклерді емлеуде ядро технологиялары жәрдемінде жақсы нәтижелерге ерісу мүмкін. Бірақ соның менен бірге ядро нұрлануы жүдә күшлі болу да ықтималлығы бар. Соның үшін бұл ұсулардан абайлылық пенен пайдалану керек. Медицинада қолданатығын изотоплар әдетте қауіпсіз, бірақ ұзақ уақыт тәсір етуі мүмкін. Бұл болса нұрлануға себеп болады. Соның үшін қанегелер тарапынан қатаң қадағаланады. Ядро энергиясының санаат һәм илми зерттеулердегі тұтқан орны ахметлі есептелінеді. Неге десеңіз, бұл энергия арқалы теңіз суынан ішімлік суын алу процесін әмелге асыру мүмкін. Бұл технология сусызлық машқаласына қарсы күресуде пайдалы есептелінеді. Ядро энергиясы ірі санаат өндіріс карханаларына энергия дерегі сипатында қолданылады. Бұл санаат тармақларының нәтижелігін арттыруға жәрдем береді һәм энергия бағасын төмендетеді. Ядро энергиясының илми зерттеулерде қолданылуы ядро физикасы бойынша көплеген ахметлі ізленулерді әмелге асыру имканиятын береді. Ядро реакциялары һәм ядроның құрамы хақындағы білімлер һәм басқа да тараулардағы инновацияларға жол ашады. Зерттеулер, мәселен, жаңа энергия деректерін жарату, материаллар іліміне тиеслі илми ізленулер жүргізуге жәрдем береді. Ядро технологиялары жәрдемінде жаңа күшлі материаллар іздеп шығарылуы мүмкін. Бұндай материаллар жоғары температураға шыдам бере алады һәм заманауи технологияларды іздеп шығуда қолданылуы мүмкін. Мәселен, аэрокосмослық санаат, электр батареялары һәм басқалар. Ядро энергиясы космоста энергия дерегі сипатында да қолданылады. Ядролық реакторлардан космослық корабльлерде ұзақ уақыт давамында энергия тәминаты үшін пайдаланылады. Ядролық энергия ұзақ мүддетлі миссияларды әмелге асыруда зарур болады. Мәселен, Марсқа, ямаса басқа планетаға жіберілетұғын космослық корабльлер үшін.
Дүниядағы ең бірінші атом электр станциясы 1954 жылы 26 июнда СССР-дің Обнинск қаласында іске түсірілген. Бұл станция тек ғана электр энергиясын ислеп шығарып қоймастан, ал іліми зерттеу жұмыстары үшін да қызмет еткен. Оның реакторы атом мирный, яғни тыныш атом деп аталған, һәм 5 мегаватт қуаттылыққа ие болған. Обнинск атом электр станциясы 48 жыл давамында ешқандай айрықша хадиселерсіз іслеп тұрған, һәм 2002 жыл апрель айында экономикалық себеплер менен жабылған. Бұл станция СССР-да кейіншелі құрылған ірі атом электр станцияларына тикар болып қызмет еткен, һәм атом энергиясынан тыныш мақсатлерде пайдалану жолын ашып берген еді. Бірақ ядро энергиясының санаат һәм іліми зерттеулерде қолданылуы айрым қауіп қатерлерді де өз ішіне алады. Ядро шығындылардың қауіпсіз сақлануы, ядро авариялары һәм радиоактив материаллар менен іслеуде абайлылық зарур болады. Соның үшін ядро энергиясынан қауіпсіз пайдалану һәм қадағалау жүдә әхметлі. Дүниядағы ең қорқынышлы ядролық авариялардан бірі 1986 жылы Украинадағы Чернобыль атом электр станциясының жарылуы болды. Бұл неден кеп шыққан дейтұғын болсаңыз, процесс реактордың қауіпсіздігін тексеру процесінде жүз берген. Реактор жарылған һәм оның ядросы қоршаған орталыққа радиоактив затлардың тарқалуына алып келген. Жарылу ақыбетінде ірі радиоактив нұрланулар күшлі түрде қоршаған орталыққа тарқалды. Чернобыль авариясы ақыбетінде бірден 28 адам қайтыс болған. Бұлар тикарынан аварияны сапластыруда қатнасқан ядро қызметкерлері һәм тез жәрдем көрсетуші қанегелер еді. Бірақ ұзақ мүддетлі нұрлану тәсірі себеплі өлім жағдайлары көбейе басылған. Рак сияқлы кеселліклерге ұшырау жағдайлары көбейген. Районларда адамлар эвакуация етілді, һәм 100 мыңлаған адамлар қауіпсіз аймақларға көшірілді. Припят қаласындағы халық һәм Чернобыль атрапындағы адамлардан 350 мыңнан аслам адам эвакуация етілген. Бұлардың көпшілігі өз үйлерін таслап басқа аймақларға көшуге мәжбүр болды. Бірақ соған қарамастан зиянлы газлер хауаға тарқалып болған еді. Бұл нұрланулар тек Чернобыль атрапында емес, ал Европа бойлап, хәтте Америка материгіне шекем тарқалды. Припят қаласы еліге шекем өлі қала атыменен белгілі. Радиоактив затлардың тарқалуы нәтижесінде Чернобыль атрапы һәм Европаның басқа бөлімлерінде өсімліктер һәм хайуанлар зиян көрді. Жабайы тіршілік, әсіресе радиоактив затлар менен патасланған аймақлар да өзгерді. Чернобыль атрапы һәм оның 30 километр радиусындағы аймақлар ұзақ жылдар давамында жасау үшін қауіплі болып қалды. Бұл жерлердің көпшілігі нұрланған болып, адамлар үшін қауіплі есапланады. Авиация нәтижесінде үлкен мағдардағы қаржылар Чернобыльді тазалау, эвакуациялау һәм радиоактив затларды изоляциялауға жұмсалды. Бұл экономикалық зиянның үлкен бөлігі болып табылады. Чернобыль аймағын оңлау һәм тазалау жұмыслары ұзақ жылдар давамында давам етті, һәм оларға үлкен экономикалық ресурслар жұмсалды. Жылдар давамында нұрлану тек өлімге емес, ал нәсілдік өзгерістерге де алып келді. Чернобыльдің радиоактив нұрлануы әсіресе йод 131, цезий 137 һәм стронций 90 сияқлы изотоплар арқылы организмге тәсір етті. Бұл элементлер организмге кіріп, әсіресе ядро клеткаларына тәсір етеді. Бұл тәсір болса, генетикалық материалға өтіп, нәсілдік өзгерістерге алып келуі мүмкін. Радиоактив нұрлану клетка ядросындағы ДНК-ның зиянлануына алып келген. ДНК зиянлануына ұшыраған клеткалар өз функциясын толық орынлай алмай қалуы мүмкін. Бұл болса, рак һәм басқа генетикалық өзгерістерге себеп болады. Айрым жағдайларда бұл өзгеріслер кейін ала әулетларға өтуі мүмкін. ДНК бұл инсан денесіндегі генетикалық код болып, денедегі органлардың дәл орнында болуына жауапкер есапланады. Бұнда ядро станцияларының партлауы 2011 жылы Японияда да жүз берген. Анықрағы Фукушимо ядро авариясы жер сілкінуі һәм цунами нәтижесінде жүзеге келген.
Яғни бұндай табиғи апатшылық ядро реакторларына ұнамсыз тәсір көрсеткен. Реакторлар зиянланды һәм айрым радиоактив затлардың қоршаған орталыққа шығуына алып келді. Фукушима авариясында үлкен радиоактив нұрлану тарқалды. Бірақ базы себеплерге байланыслы авария Чернобыльге салыстырғанда азырақ ауыр ақыбетлерге алып келді. Японияда һәм басқа жерлерде адамлар эвакуация етілді. Һәм бірнеше жыллар давамында тәсірленген аймақларда тазалау жұмыслары алып барылды. Осындай уақиғалардан бірі 1979 жылда ақш-та, анықрағы Three Mile Island ядро станциясында жүз берген. Бұған ядро реакторындағы техникалық насазлықлар себеп болған. Бұл уақия себеплі реактордың бір бөлігі еріп кетті, бірақ радиоактив нұрланудың тарқалуына жол қойылмады. Three Mile Islandтағы бұл авария ядро санатына үлкен сенімсіздікті келтіріп шығарды. Бірақ уақия нәтижесінде ешкім құрбан болмады. Бұл авария ядро санатының қауіпсіздігі бойынша қатаң сұрауларды пайда етті. Айтайық, ядро станцияларында қауіпсіздік жетерлі дәрежеде тәминленген бе? Аварияның болмауы үшін қауіпсіздік тикарынан хабаршы операторларға байланысты. Сол уақытта Three Mile Island станциясы операторлары реактор жағдайын дұрыс түсінбеген һәм надұрыс қарарлар қабыл еткен. Сол уақиғалардан кейін көпшілік атом электр станцияларының құрылуынан қорқады. Бірақ қазір ол заманауи қауіпсіздік системалары, беккем дизайн һәм автомат басқару системалары арқылы тәминленеді. Ядро реакторларында температура һәм радиация қадағаланады. Сондай-ақ халықаралық қауіпсіздік стандарттары һәм тұрақты мониторинг қауіпті азайтады. Сонымен бірге этибарға алу керек болған тарау ядро шығындылары. Оларды ұзақ мүддет табиғатқа шығармай сақлау керек. АЭС-лерден шыққан радиоактив шығындылар 1000 жылдар қауіплі болып қалуы мүмкін. Соның үшін олар арнаулы бункерлерде сақланады. Әдеттегі энергия ислеп шығарудан тысқары атом энергиясы әскери тарауларда да кең көлемде қолданылады. Ядро энергиясының әскери мақсатлерде қолданылуы тикарынан ядро құраллары һәм ядро энергиясынан ислейтұғын әскери құрылмалар менен байланыслы. Ядролық технологиялар тынышлық мақсатлерінде де, бірақ көптеген мемлекетлер тарапынан қауіплі әскери мақсатлер үшін да қолданылады. Ядро құраллары бұл ядро реакцияларынан энергия шығарып, үлкен қуатқа ие болған құраллар. Ядро құраллары екі тикарғы түрге бөлінеді. Біріншісі бұл атом бомбасы. Бұл бомба уран 235, ямаса плутоний 239 изотоплары ыдырауы арқылы энергия шығарады. Бұның нәтижесінде үлкен күшлі жарылу жүзеге келеді. Мәселен, Хиросима һәм Нагасакиге тасланған бомбалар тап осы түрдегі бомбалар болып, олар жүдә үлкен ойраншылықларға алып келген. Екінші типтегі бұл водород бомбасы есаптанады. Бұл бомба екі ядроның бірігуі комбинациясы арқылы іслейді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл құяштың жақтылық шығаруы сияқлы іслейді. Яғни әдеттегі атом энергиясы сияқлы бөліну менен емес, ядролар бірігуі менен күшлі энергия пайда етеді. Водород бомбасы атом бомбасына қарағанда әдеуір күшлі һәм оны жарату үшін көбірек технологиялық білім һәм энергия талап етіледі. Ядро энергиясы тек қана құраллар үшін емес, бәлкі ядро жүзуші кемелер һәм ядро реакторларына тикарланған әскери құрылмалар үшін да қолданылады. Ядро энергиясы су асты кемелерінде, авиацияларда һәм басқа әскери кемелерде қолданылады. Ядро реакторлары жәрдемінде кемелер ұзақ уақыт давамында энергия дерегі сипатында іслейді. Бұл болса кемелерге шексіз ұзақ сапарлар ету имканиятын береді. Мәселен, ақш һәм Россия сияқты мемлекетлер жүзуші ядро кемелерінен пайдаланады. Ядро құраллары жүдә қауіплі болғаны үшін дүния мемлекетлері ортасында ядро құралларының тарқалуын шектеу бойынша бір қатар келісімдерге қол қойылған. Бұл келісімдер арасында ядролық құраллардың тарқалмауы хақындағы шартнама болып, ол ядролық құраллар ислеп шығаруды шектеу һәм бар құралларды азайту бойынша халықаралық келісімді назерде тұтады. Атом энергиясынан пайдалану бойынша үкіметлер аралық шөлкем Бірлескен Миллетлер шөлкемі конференциясы қарарына муапық шөлкемлестірілген. Атом құраллары бойынша ереже 1956 жылы сентябрьде қабыл етіліп, 1957 жылы 29 июльде күшке кірген.
ядро құралларының бар екенлігі халықаралық саясатта әхметлі рөл ойнайды. Видеомыз басында айтып өткеніміздей, атом энергиясының тұрмысымызға кіріп келгеніне біраз уақыт болды. Дүнияда атом электр станциялары бойынша жетекші мемлекет бұл Франция. Бұл мемлекет электр энергиясының үлкен бөлігін АЭС-лерден алады. Яғни бұл оларда бар болған улума энергияның шамаменен 70%-ін құрайды. Һәм ол дүниядағы ең ірі атом энергиясынан пайдаланатын мемлекеттерден бірі есептелінеді. Қазіргі күнде атом энергиясы бойынша кең көлемлі ізденулер алып барылмақта. Ілімпаздар термоядро реакцияларын жарату үстінде жедел жұмыс алып бармақта. Себебі бұл технология құяш энергиясы сияқты істейді һәм шексіз таза энергия дерегі болуы мүмкін. Яғни құяшта жүз беретін табиғи атом энергиясы жаратылуы мүмкін. Бұл технология ядро энергиясының қазіргі бөліну ұсылынан өзгеше түрде қауіпсізлігі һәм шығынды шығармауы менен абзал есептелінеді. Термоядро реакциялары радиоактив шығындылар пайда етпейді һәм жарылу қаупі төмен есептелінеді. Бұндан сыртқары атом энергиясының аналоглары да жүдә кең көлемде рауажланған. Қазіргі уақытта құяш панельдері жәрдемінде тікелей электр энергиясын іздеп шығару кеңінен қолданылмақта. Бұл да атом энергиясына салыстырмалы жақын түр есептелінеді. Бұлардан және бірі самал электр станциялары. Оның ұзын, үлкен трибуналары электр генераторын айландыру арқылы энергия іздеп шығарады. Бұл болса ядро электр станцияларында трибуналарды пу арқылы айландыруға ұқсап кетеді. Егер сізде самал электр станциялары хақында білуді қалайсыз бе? Онда пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Бүгінгі санымыз әзірше осы, кейінгі салларымызға шекем көріскенше.